Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін қазақ тілі пәні бойынша 3 сыныптың 75 сабағын өтеміз. Тақырыбы негізгі және туынды зат есім. Ендеше бастайық. 35 тапсырма мәтінді тыңда. Өнерлі бала. Өсер анасына еріп, жақын ағайындарына қонаққа келді. Бұл үйде Бекжан деген бала мен оның қарындасы Гүлжан бар екен. 3 бала үлкендерге араласпай бөлек бөлмеде ойнайды. Бекжан мен Гүлжан барлық ойыншықтарын жайып салды. Олардың ішінен Өсерге зымыран ойыншығы қатты ұнады. Әлден уақытта Өсерді анасы шақырды. Ол отырып шай іше бастағаны сол еді. Баж етіп жылаған Гүлжанның даусы естілді. Іле-шала ол ботадай бозып жылап кірді. Қолына зымыран ойыншығын ұстап алыпты. Не болып қалды? Бекжан мынаны сындырып тастады. Гүлжан, деді осы кезде орнынан тұрған Өсер. Жүр, өзім жөндеп көрейік. Әлден уақытта қонақ бөлмеге Гүлжан жүгіріп келді. Әке, ана, міне жүреді, деді. Өсер жөндеді, деді. Енді ғана батылдана есік алдына келіп тұрған бүлдіргіш Бекжан: жарайсың балақай, өнерлі екенсің деп мақтай бастады бәрі. Өнерлі өрге жүзеді дейді халық. Осы мәтін мазмұны бойынша төмендегі ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын анықта. Өсер анасымен бірге қонаққа келді. Бұл дұрыс, балалар. Бекжан Гүлжандармен қосылып кітап оқыды. Жоқ, мәтінде кітап болған жоқ, кітап бұл қате. Гүлжан даусын шығармай жылады. Жоқ, ол да қате. Зымыран ойыншығы Өсерге ұнады. Бұл дұрыс. Өсер ойыншықтарды желім ермексазын көмегімен жөндеді. Бұл дұрыс емес. Өсерді өнерлі бала екенсің деп мақтады. Бұл дұрыс. Мәтін кейіпкерлердің әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Сөздерді оқы. Әр қатарда берілген 5 сөздің қайсысы артық, неге? Мәтін кейіпкерлердің әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Мысалы, Өсердің әрекеті маған қатты ұнады. Себебі жылап тұрған Гүлжанның ойыншығын жасап берді. Гүлжан ерке қыз болса, Бекжан бүлдіргіш бала бейнесінде қалыптасты. Сөздерді оқы. Әр қатарда берілген 5 сөздің қайсысы артық, неге? Өсер, Гүлжан, Бекжан, зымыран, ана. Бұл жерде ана сөзі қолданылған жоқ, ана сөзі артық. Екінші, ағайындар, үлкендер, қонақтар, нағашы, ойыншықтар. Бұл жерде нағашы артық, өйткені нағашы деген сөз қозғалған жоқ, айтылған жоқ. Үшінші, ойыншық, бөлме, бүлдіргіш, балақай. Бұл жерде халық деген сөз артық. 36 тапсырма. Белгілі суретші Ағымсалы Дүзелхановтың аңшылық атты суретіне зер сал. Сурет несімен қызықтырды? Суретті көріп қандай сезімде болдың? Ойыңмен бөліс. Сурет бойынша қысқа мәтін құрастыр. Оны айтуға дайындал. Құрастырған мәтініңді жаз, жазғаныңды тексер. Сурет бұрынғы кездегі аңшылықты еске түсіреді. Құмайтазы бүркіт қызықтырады. Суретті көріп ерекше сезімде болдым. Енді мәтін құрастырып жазайық. Аңшылық, саятшылық қазақтың байырғы да қосалқы кәсібінің, сондай-ақ көшпелі үшін күнкөрістің әрі көңіл көтерудің бір саласы. Бүгінде мылтық асынып, ит жүгіртіп, құс салатын аңшылық пен саятшылық кәсіптен гөрі спорттық мағынаға ауысқандай. Бұл біздің өзіміздің құрастырған мәтініміз, балалар. Келесі 38 тапсырма. Сызбадағы сурет пен тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрап айт. Бұл жерде сөздер өнерлі, билейді, ой ояды, ән салады, үздік оқушы. Біз мәтін құрастырайық. Біздің сыныптағы Әлия өте өнерлі. Мектептегі үздік оқушы, ол ән салады, билейді, әжесінен үйреніп ой ояды. 39 тапсырма. Пирамидадағы цифрларды нақыл сөз шығатындай ретпен орналастыр. Бұл цифрларды орналастыру арқылы бізде өнер, жігіт көркі деген сөз шығады, балалар. Сау болыңдар, тапсырма аяқталды.